ерігіп, жақында Антарктиданы шақырып жатыр деп естідік. Біз бастаймыз. Қалай балдар, бастар ма? Қайнап? Ал, көйен басыларды байтындар ма? Айтты. Бастар ма? Президент қолмен тұрау. Қалай, бастар ма? Көйен бастарды ойдан жеп өзіміз бі? Малады, сендерін көйендерін кейін айып жаман қарайды. Сен шалғады емессің бі? Шалғарды көйен шығады. Сендер танисыңдар ма, танымайсыңдар ма? Ай, сен танымай шығасыңдар. Шалғарда құмаш деген шал тұр. Екі баласы болып, бәсөк жәдігер деген. Бәсөкқа темірмен айнасады, ой, біраз көтеріп кеткен, орыс бар балғаны. Жәдігер армияға ортада келме ал дейді. Ажақтан үй болған бір қатын оны өтпен тойдап деген. Сол жәдігерлерді көрсең, менен сәлімет, жарым сәт өтпесең, өздері біледі, жасымайды. Ғалымдар, бейнал дедіңдер ма, күвен дедіңдер ма, не үшін? Біріншен сіз идея болып уақытына аяқ киіміз дұрыс емес пе? Несен, жылы келмеді аяқ киімін. Мыналар кемейді. Қораға киіп жоқ жарамаймын, мынаға шешіп. Қайдағы сендер келмеді, мынау шешіп келмеді аяқ киімін. Сендер не мұны? Сендер күвендерін түсірмей береді. Неге? Білім, апыр-топыр 5 шығады, ұршын өздері айтып өздері дым сөйлесті. Не деген көйт, ұршын бірден қашат кімнен қашып? Неге? Сендер осында декларацияларын дұрыс емес. Неге декларацияларын дұрыс емес? Декларация дұрыс емес. Неге? Қарашы мұнда декларация оламай. Ескі адам мұнжақтан шығарама ескі. Ескі адам мұнжақтан шығарама деймін. Қалай? Не мұна, ескіні аңырай батыр, ертең желімізді айтайын ба? Оны бізден жатырмыз. Басысындар қарамайтын болсын. Мынау ескі мұна от телевизор дұрыс қоямыз. Ана балдар шығып тұрмасын дейіп. Есікті қаншақта шығарып. Мынау деген гипсокардан болмау керек. Мына көріпсің мына. Мынау ракошек оттан тұрғызыңдар. Қарамайсыңдар, басында ұшып қарамайсыңдар. Ана ертең мынау гипсокардан салсаңдар, үйлоға деген ұқсап тұрсыңдар, төрші қарай тамады. Күвендер күвен болда, жампыр айдайып тұрады, айдайып тұрады. Түсіндер ме? Мына сендер күвендарында күвен деп айтпайсың. Біздің күвенімізді айтпайсың. Неге қандай? Күвенді өмірден алынырсың. Мысалға? Мысалы алдына Құрманбайлардың үйінде 30 жаста отыр. Баласы қолға су құйып жатыр жаңа. Айтады, аға, қолыңызға шампан әкеліп берейін, басыңызды жуып алыңыз. Вот күвен, көрдіңіз бе? Шығарамыз я. Шығарамыз я. Тағы да көйем берейін. Айтшы. Қандай көйем берейін? Тасбақаның ішінде әңгіме соғытқан 4 қыз деген көйем. Қалай елесіп сақлада ойланбайды, түкте ойланбайды ол. Келмей ме? Келмейді? Келетін бе? Қазақи жақсайсың. Ал айта. Түйенің ішінде сәл себіп жүрген 4 өтірік деген. Ал ойнашы ал. Бірақ оған түйе керек еді. Сендер көйендерін бастаңдар. Мен қазір келем. Қажет батыс. Ана, через сарапа давление құлағы дейін ма, кіріп жақтап бастайды. Депутат болып босқа сайлады. Мен айттым сендерге, осы ауыл болып сайламай-ақ қой екен, өздерін сайлайды дегендер. Ахуат, сен қазір керек бәрін бетіне айт. Айтам бетіне. Айт, өзін айтам. Бетіне айтам. Айт. Ой, халқым! Сен мағылда айттың, істеген жоқсың, мына біздің жалақымызды көтереміз деп айтты ғой. Олардың алдында айтты ғой. Айттың, ал содан кейін студенттердің стипендиясын көтерем деп айтты ғой. Айттың, неге істемейсің? Ой, халқым, мен сендерге анау жалақын түсірем деп айттым ба? Жалақын көтерем деп айттым ба? Тамақтың бағасын түсірем деп айттым ба? Мен депутат болдым ба? Жоқ. Енді атамның басына келіп түсірем ба? Тым-тым тамақшысы. Көпшілігіміз байқамауы мүмкін, бірақ әжелеріміздің отырысында мынандай қызық жағдайлар болады. Ана көрші келіннің шайын етеміз. Бәріміз әңгіме Бағалса қыз едігі қоқытыде, шашына ақпан тек байлаған, қолғы жүрлеймер. Айтырмеш қыз, айтырмеш. Соқыр тауыққа бәрі бидай дейді. Оны көз дәрігерлері өздеріне жақындатып бұлай алмастырып алыпты. Соқыр тауыққа көзілдірік алып берейік деп. Көз дәрігеріне жұмыстан жаңадан кірген дәрігер. Қыздар амансыздар ма? Саламатсыз ба? Не деген беремін? Саламатсыз ба, саламатсыз ба? Адам өлген кісі емес, екісі амансыз ба? Тәрбие көрмеңіз. Дұрыс амансыз бесіңдер ма? Қалай?
Есіміңіз кім? Құмаш. Құмаш аға, жалпы қандай мақсатпен келдіңіз? Есе қосым адам көз дәрігеріне асқазан қарату өле ме не? Дайынсыз ба? Қайда? Жоқ, қандай? Яғни көз жоқ тұрдың білгенім жоқ па не? Мә, оны ұмытып тұрмын. Мә, телек алыңыз. Оны не істеймін? Ауылға салыңыз. Алға қандай? Шо дейді ғой? Нұр, аялдама, қыз бен жігіт кетер. Арыш? Үште болса? Жоқ, ештеңе істемес. Болса береді ма? Ау? Жоқ, ештеңе істемейсіз. Берсеңіз алып жатыр. Жоқ, ештеңе істемес. Алсаңыз танысайын деп ма? Жоқ, істемейміз ештеңе. Танысаңыз бір барып тұлға қайтаңыз деймін. Жоқ, ештеңе істемес. Құлташ қанмен үйге барайық деп ойлағам. Жоқ, ештеңе істемес. Мына ауру ма? Жоқ, ештеңе істемес. Ауыл қонақ болып жатыр, есік алдына темекі шегуге шыққан ағаларымыздың әңгімесі. Айтамын деп қой, мына үйде бар ғой да, бері қарай. Үйде проектісіз сұрады ғой. Қабылдар есік. Сұрады мына терезеге бұлай қарай сызып қойды. Неше номер қой? Неше номер қой? Неше номер қой? Бұлай қарай жазып қой. Бір жерден терезе шығарсам, бір жерден. Бір жерден терезе шығарсам, ошақ шығарып келеді бұл жерде. Қайтене өте тұрады, көрдің Сен ба? брат, терезе ошақты шығарма. Күн түспейді екен. Бұлдамын неше метр? 1 метр болады. Онда терезе бұл жақта шығар. Сол жақта шығар. Қадырасында итті бойлап қойыңыздар. Күн! Астана, шынайы әзілдерімен орал. Мыналар әлі жүрмей. Әлі жүрмей. Бар айтыңыздар, бар тамақтан ішіңдер. Мұратбар, не болды? Ырсың-ырсың, ақақ-ұсақ дау жатыр. Астана, назар аударғандарыңызға рахмет.